Сәлем баршаңызға. Бүгінгі таңда чайды тез қайнатып алып, демдеп шығарып алдым. Ары қарай тез ғана дайындалатын таңғы асымды жасадым. Бүгін бізде өте оңай, әрі тез жасалынатын таңғы ас болады және де барлық үйде табылады. Ол үшін біз табаға майымызды құйып аламыз. Менде мында гүхи майы. Бұл құрамы таза май болғандықтан мен тек осыны қолданамын. Осыны табаға әдемілеп осылай жағып аламын. Ары қарай кішкене майым қызғаннан кейін үстіне жұмыртқаны салатын боламын. Жұмыртқаның үстіне шым-шым тұзымды сеуіп, әрі қарай қақпағын жауып қоямын, астын жай қоямын. Тарелкемізге мен алдын ала дайындап қойдым. Огурцы, помидор мен пиязды турап, осыны тарелкемізге саламыз. Дайын болған жұмыртқамызды алып келіп, тарелкеге орналастырамыз. Үстіне асқабақтың дәнегін осылай сеуіп қоямыз. Бұл асқабақтың дәнегі өте полезный. Бүгінгі таңғы ас сіздерге ұнаса, лайк басып қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Міндетті түрде жасап қараңыздар. Өте дәмді әрі оңай, пайдалы таңғы ас.